Сәлеметсіздер ме достар? Сіздерді жаңа оқу жылымен құттықтай отырып, сіздерге өте дәмді болып келетін, балаларыңызға бір жегеннен ұнайтын мини пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде балапандарыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Олай болса бастаймыз. Алдымен таза ыдысымызға 100 грамм жылы суымызды және сүтімізді құятын боламыз. Үстінен бір ас қасық дрожжымызды саламыз. Кішкене ерітіп араластырып аламыз. Сосын ыдысымыздың қақпақшасын жауып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Он минуттан соң қақпақшасын ашып, бір ас қасық тұзымызды салып, кішкене ерітіп араластырып аламыз. Үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз және араластырасыздар жұмыртқаны. Оның үстінен 100-120 грамм пісте майын құямыз және араластырасыздар. Бір ас қасық қантымызды салып, үстінен кішкене араластырып, илегіштен иленген ұнымызды салып, қамырдың бастамасын осылай араластырып бастаймыз. Қамырымыз өте әдемі болып шығады, әрі ішіндегі қоспаларды еритін болады. Осылай араластырып алып, сосын келесіде тағы да ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз өте ие қанып, әдемі болып шығады. Қолға жабыспайтындай болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ие қанып, қолға жабыспайтындай болды. Қамырды жұмсақтау болып илей беріңіздер. Бетін жауып, 1 сағат 45 минут, 1 сағатта қамырымыз ашитын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қақпағына жетіп ашыды. Таза ыдысымызға пісте майын құйып, пісте майы арқылы зуала істейтін боламыз. Мен таразы қолдандым. Таразыға 120-130 граммда тартып алып істесеңіздер болады. Өте әдемі әрі ие қанып иленген қамыр. Көріп тұрғандарыңыздай 4 зуала жасалынды. Енді үстін салфеткамен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Кішкене көтеріліп жұмсау керек зуаламыз. Енді міне пиццамыздың бетіне салатын салмаларымыз: қызанақ, тәтті болгар бұрышы және бетіне соусқа мен кетчуп пен майонезді қолдандым. Помидорымызды осылай жіңішкелеп турап аласыздар. Өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Дөңгелекшелеп турасаңыздар да болады. Мен балалардың жеуіне ыңғайлы етіп, осылай қиғаштап турадым. Тәтті болгар бұрышында осылай ұзынша жіңішке етіп турадым. Тәтті болгар бұрышы болмаса, үйлеріңізде тұздалған қияр қолдансаңыздар да болады. Болгар бұрышы мен қияр біздің пиццамызға өте жақсы дәм беретін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп турадым. Колбасаны да осылай жіңішкелеп турайсыздар. Және колбасаны да осылай жинап алып, ортасынан бөлдім. Өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Міне көтеріліп жұмсарып тұрған зуаланы
қолды майлап алып осылай қолдың көмегімен жайып аласыздар. Соустың бәрін, соусты осылай жағып аласыздар, бір тегіс қылып. Бетіне осылай қалауларыңызша сәндеп, колбасаны осылай қойып шықтым бетіне. Енді кезек помидорды қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өз қалауымша сәндедім. Помидорды бір тегіс қойып шықтым. Тәтті болгар үшін көп қоюдың қажеті жоқ. Мен осылай 3 жерге ғана қойдым. Міне дайын болды. Енді 150-180 градуста пеште пісіріп аламыз да. Сосын пісуіне 2 минут қалғанда бетіне сырды себесіздер. Теркадан өткізіп. Мына жерде мен сырды бетіне септім, сосын колбасамның астына да сепкенмін. Мінекей менің рецептімен жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.